Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Абай атаған талап пен еңбек қайратты танытса, терең ойыңыз ақыл, ал қанағат пен рахым жүректен туатын қасиеттер. Адам бойындағы осы қасиеттер жоғары тұрса, сол адамның адамгершілігі жоғары болмақ. Барлық ізеттілік пен сыпайылық секілді адамгершілік қасиеттері тек қана отбасынан басталады. Адам отбасындағы тәрбиені мектеп қабырғасына келіп жалғастырады. Ата-ананы ренжітпеу әр баланың өмір бойғы міндеті. Адам лауазымының қызметі жоғары болса да, ізеттілікті жоғалтпау керек. Адамгершілік қасиеттерге кешірімді болу, кек сақтамау, сөйлесе білу, әділ болу, ізеттілік, еңбек сүйгіштік, достық, көмек беру, қоғамға қызмет ету, имандылық, елін жерін кішіпейілдік, ізеттілік, айналасындағыларды құрметтеу, кішілік мінез таныту, амандасу, бейбіт пейілдің, достық ықыластың белгісі. рұқсат сұрау адамдар қатынасындағы ішкі мәдениетті айғақтайтын этикалық қағидалардың бірі. Әділ болу адамдықтың асыл белгісі. Әділетті қоғам адамдар имандылықты қатаң сақтағанда қорғанады. Әр адам нәсіліне, ұлтына, жынысына, дініне қарамастан иманды болып туады. Иманды бала дөрекілікке бармайды, ата-анасын ардақтайды, аманатқа қиянат жасайды. Имандылық бар жерде рухани тазалық, сенім бар. Өзгеге су ұсынсаң, өзіңе бал ұсынды, басқаға сор тілесең, басыңнан бақ ұшырды, алдыңнан шығаратын жасаған нәрісіңді, бұлжымас бұл өмірдің бумеранг заңы сынды. Жақсы адамдармен табысайықшы, жақсы амалдармен қауышайықшы. Жақсылық тілесең егер, өзіңе мың есе келер, жақсылық жасап жарысайықшы. Жақсылық тілесең егер, өзіңе мың есе келер, жақсылық жасап жарысайықшы. Жолы бөтен демеймін, жөні бөтен. Досым, саған сенем, сені бөтем. Достық деген адамның көркі екен. Достық деген адалдықтың серігі екен. Достықтың бастауы ол махаббат. Достыққа адал болайық, достар.